2016 жылы облыс тұрғындарын дәрі-дәрмекпен тұрақты қамту мәселесі Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаевтың қатысуымен өткен кеңес барысында талқыланды. Оған Самұрық-Қазына фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері, сондай-ақ денсаулық сақтау басқармасының және медициналық ұйымдардың басшылары қатысты. Негізінен дәрі-дәрмек түрлерімен ақысыз және үзіліссіз қамтудың маңыздылығына айрықша көңіл бөлінді. Жиынды облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ашып, халықты кепілдендірілген медициналық тегін қызметпен қамтуда дәрі-дәрмек бағасының негізсіз қымбаттамауын, медициналық және фармацевтикалық мекемелер препараттардың сапасына көңіл бөлу керектігін айтты. Биыл саламатты Қазақстан бағдарламасының алғашқы кезеңі аяқталады. Алда жаңа бағыттар мен міндетті медициналық сақтандыру мәселелерін қамтитын жобалар бар. Сондықтан да ақ халаттылар адам денсаулығын сақтау мен қорғауда салғырттыққа жол бермеуі тиіс, деді облыс әкімі. Денсаулықтың жақсы болуы дәрі-дәрмекке байланысты. Қазіргі еліміздегі мынау қабылданып жатқан, іске асырып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың барлығы осыған арналған. Өздеріңіз білесіздер, биылғы жылы мынау саламатты Қазақстан бағдарламасының бірінші кезеңі өтеді. Соған сәйкес үкімет қазір жаңа бағдарлама дайындап жатыр. Онда біраз енді өзгерістер болады. Астанадан арнайы делегацияны бастап келген Қазақстан Республикасының аумағында фармацевтика саласының тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында құрылған Самұрық-Қазына фармация серіктестігінің басқарма төрағасы Нұржан Әлібаев жиналғандарға өзі басқаратын ұйымның алдындағы мақсаттар мен міндеттерді айтып берді. Біріншіден, аймақтық медициналық мекемелердің серіктестік алдындағы қарыздарының өтелуі, дәрі-дәрмекпен алыс ауылдардың өзін үздіксіз қамтамасыз ету, медициналық препараттардың сапасын қадағалауға және басқа да маңызды мәселелердің оң шешілуіне мемлекеттік серіктестік мүдделі. Біріншіден, енді бүгінгі халықты үздіксіз дәрі-дәрмек қамтамасыз ету жай-жапсарлары. Бұл ретте ең алдыменен әсіресе елге аса қажетті дәрі-дәрмекті қамтамасыз ету қолжетімді және оның сапасы туралы айту ләзім. Сондықтан бүгінгі отырыста облыстағы медициналық мекемесінің іске фармация жауапкершілігі серіктестігінің алдындағы дебиторлық қарызы, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз логистик компанияның келісімшарт талабына сай жұмыс істеуі және де зауыттардың мерзімі бұрын келісімшарт жайлары туралы айтып кететін боламын. Дәрі-дәрмекті сақтау мен тасымалдаудың да маңыздылығына тоқталған серіктестік басшысы Ақтөбенің медициналық препараттар шығаратын зауыт салуға мүмкіндігі бар екендігін және тың жобаларды қолдайтындығын жеткізді. Қазір медициналық жабдықтарды республикалық және жергілікті бюджеттерге салмақ түсірмей, лизинг арқылы сатып алу мүмкіндігі жасалып отыр. Ал Самұрық-Қазына фармацияға ақтөбелік ауруханалардың қарызының өтелуіне байланысты осы жиында нүкте қойылды. Облыстық аурухана жылдың аяғына шейін толық мөлшерде 150 миллион көлемінде қарызы бар еді, жабатын болады оның барлығын. Ал жедел медициналық көмек ауруханасы бойынша қазіргі таңда 320 миллион теңге көлемінде қаржысы бережағы бар. Соның 104 миллион осы желтоқсан айында жылдың аяғына шейін жабатын болады. Ал қалған қаржы бойынша біздер арнайы жоспар құрдық. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев өткен жылдары қарызы қордаланған облыстық аурухана мен жедел жәрдем ауруханасының бас дәрігерлерін орындарынан тұрғызып, есептерін тыңдады. Тиісінше медицина және фармацевтика саласының барлық өкілдеріне дәрі-дәрмек бағасын көтеруге ешқандай негіз жоқтығын қадап айтты. Қазіргі таңда бағаны өсіруге, дәрі-дәрмекке ешқандай негіз жоқ. Жаңа сіз айттыңыз, биылғы жылға барлық не сапа жеткілікті, келесі жылдың 70%-ында алып жатырмыз дейсіз осы бағамен. Басқа да мынау шетелдің компаниялары бізге дәрі-дәрмек алып келіп отқан, олар бағаларын төмендетіп жатыр. Сондықтан жігіттер, қыздар, ешқандай тағы да қайталаймын, негіз жоқ. Бұл мәселе бойынша Самұрық-Қазына фармация басшысы да түсінік беріп, қазір ел көлемінде дәрі-дәрмек қорының жеткілікті екендігін, алдағы жылдың қажеттілігіне дәрілердің биылғы бағамен сатып алынып жатқандығын айтты. Ал облыс әкімі әрбір жылдың басында, яғни алғашқы 90-да күрделене түсетін дәрі-дәрмек тапшылығын болдырмау керектігін ескертті. Серік Әбдібек, Айнадин Молдабеков, Қазақстан, Ақтөбе.